Баршаңызға қайырлы күн, достар. Сіздермен Назерке. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Кез келген мерекелік дастарханның сәнін келтіретін екі түрлі рулеттің рецебімен бөлісемін. Алдағы уақытта түрлі рулеттің рецептері шығатын болады. Міндетті түрде жіберіп алмаңыздар. Ал енді бісміллә деп қызылша рулетімізден бастаймыз. Міндетті түрде терканың майда бөлігінен өткізіп аламыз. Қызылшамызды жартылай пісіріп алуды ұмытпаңыздар. Қатты піспесе де жартылай пісіп шығуы керек. Дәл осы видеодағыдай толыққанды өткізіп алыңыздар. Және жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқаны міндетті түрде ағынан, сарысынан бөлек қойып алыңыздар. Және ақуызын миксерлейміз. Миксерлеген кезде өзінің формасын жақсы ұстау керек. Тұз қосуға да болады, қоспауға да болады, қыздар. Өзінің формасын ұстағанша 10-15 минуттай жақсылап тұрып миксерлеңіздер. Ыдысымызды төңкерген кезде мүлде ақпағаны дұрыс. Ақпаса өзінің формасын жақсы ұстаса, дәл осындай болса қоса беруге болады. Бір ас қасық сахарный пудра, 2 ас қасық міндетті түрде жүгері крахмалы, 2 ас қасық ұн және 2 ас қасық сұйық май қосамыз. Және біздің жаңағы жұмыртқамызды миксерлеген кезде сарыуызын алып қалдық қой, сол сарыуызды қосатын боламыз. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз қасықпен. Толыққанды араласып болғаннан кейін барып біз ақуызымызды қосатын боламыз. Өзінің формасын ұстаған ақуызымызды қосып жақсылап араластырамыз. Бұл-пұлдақ өте әдемі, сұйықтау масса болып шығады. Міндетті түрде қыздар өзінің формасын ұстағанша миксерлеңіздер. Өз формасын ұстап болғаннан кейін ғана барып қосасыздар ақуызды. Егер пергамент қағазыңызға сенімсіз болсаңыз, мен сияқты міндетті түрде сұйық май жағып алыңыздар, ол еш нәрсе қылмайды. Сонда алған кезде өте оңай алынатын болады. Жақсылап біздің массамызды құйып, қасықтың көмегімен барлық шетіне тигізіп, төрт бұрышты формаға келтіріп, жайып шығатын боламыз. Мен әсел пешке пісірдім, қыздар. Әсел пештің формасына пісіріп шықтым. 150 градуста 20 минутта пісіріп аласыздар. Асты жақын әсел пеш сияқты пеш болатын болса, міндетті түрде 150 градусқа қойып пісіресіздер. Ал асты үсті жақын емес, алыстау пеш болса 180 градусқа қойып пісіріп аласыздар. Ортасына жағатын кремін дайындаймыз. Укропты өте майда қылып турап, творожный сыр қосып, екеуін араластырамыз. Осының өзі жеткілікті, өте дәмді болып шығады. Рулетімізге толыққанды жағып шығамыз. Арасына селедка балығын жақ қойсаңыздар болады, қыздар, өте дәмді шығады. Менде болмағандықтан ешнәрсе қоймай жай ғана орап шықтым. Міндетті түрде астына фольга немесе пленка қойыңыздар. Ораған кезде ыңғайлы болып оралады, онсыз болмайды, қыздар. Мен үйде фольга болғандықтан фольга пайдаландым. Сәл ғана беті жабысады, ол ешнәрсе қылмайды. Тығыз қылып ораңыздар, тураған кезде өте әдемі болу үшін міндетті түрде. Дәл осы видеодағыдай екі шетін қайырып, холодильникке кемінде 4-5 сағат немесе бір күнге қойып қойыңыздар. Ал енді келесі кезекте біз сәбізден рулет дайындайтын боламыз. 4-5 дана сәбіз қажет болады. Терканың майда бөлігінен жақсылап тұрып сәбіздерімізді өткізіп аламыз. Және өткізілген сәбізімізді міндетті түрде қоратын боламыз. Бірінші сұйық майымызды құйып, оның үстіне сары майымызды қосып, сәбізімізді қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Араластыру барысында міндетті түрде жақсылап араластырыңыздар. Асты жабысып қалмасын. Асты жабысып қалса күйіп қалады. Рулетіміз онша шықпай қалады. Сол себепті орташа отта шамамен 20 минуттай піскенше қоратын боласыздар. Қатты піспесе де орташа пісіп шығуы керек. Жақсылап осы видеодағыдай қуырып шығыңыздар және қақпағын жауып қоюды да ұмытпаңыздар. Қақпағын ашқан кезде арнайы өзінің шырыны бөлініп шығады. Сол сумен ақ өзі толыққанда орташа пісіп шығатын болады. Енді 20 минут өткеннен кейін таза ыдысымызға аударып аламыз және толыққанды суытып барып, жұмыртқамыздың сарыуызын қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Бірінші сарыуызын қосамыз. Дәміне қарай тұз салуды ұмытпаңыздар. Қызылша рулетін дайындаған сияқты ақуызын бөлек миксерлеп алып қосатын боламыз. Барлығын толыққанды қосқаннан кейін жақсылап араластырамыз. Бұл-пұлдақ әдемі сұйық масса болып шығады. Жақсылап араластырыңыздар, жоғарыдан төмен қарай араластырсаңыздар жақсы көтеріліп әдемі болып пісіп шығады. Міндетті түрде пергамент қағазына сұйық май жағып алыңыздар, қыздар. Бұл кезде мен сұйық май жақпадым, сол себепті сәл ғана жабысып қалды, бірақ ол еш нәрсе қылмайды. Қызылша рулетін жасаған кезде мен сұйық май пайдаландым пергамент қағазға, ал сәбізден жасалған рулетке мен сұйық май пайдаланбай жай пергамент қағазына толыққанды орналастырдым. Бірақ менде сәл ғана жабысып қалды.
дәл қызылшаны пісіріп алған сияқты 15-20 минутта толыққанды пісіріп шығасыздар. Міне менде видеода сәл-сәл жабысты, бірақ ол ешнәрсе қылмайды. Сол себепті өте оңай алыну үшін міндетті түрде пергамент қағазына сәл ғана сұйық май жағып алыңыздар. Сәбізден жасалған рулетіміздің начинкасына, яғни креміне укроп және творожный сыр пайдаланатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, рулетіміздің барлық шетіне тигізіп, асықпай әдемілеп барлығын жағып шығатын боламыз. Қызылша рулетімізді ораған сияқты дәл осыны да орап холодильникке 4-5 сағатқа немесе 1 күнге салып қойыңыздар. Қыздар міндетті түрде жасап көріңіздер. Бірінші рет жасап жатсаңыздар да ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Бір жасағаннан шығатын сәтті рецепт өте дәмі ерекше болып шығады және кез келген дастарханның көркін ашатыны сөзсіз. Жасап жатсаңыздар ас болсын, каналыма тіркеліп қолдап қоюды ұмытпаңыздар.